Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесіне бірге талдау жасайтын боламыз. Алдымен Шыңғыс Айтматов туралы біз қандай мәліметтермен таныс болуымыз керек, соған тоқталып өтейік. Шыңғыс Айтматов қырғыз жазушысы. Біз қазақ әдебиетінде Шыңғыс Айтматовты шетел жазушысы ретінде оқимыз, қарастырамыз. Шыңғыс Айтматов ойшыл гуманист, қазақ-қырғызға ортақ халықтың жазушысы дейді. Социалистік еңбек ері, КСР мемлекеттік сыйлығының 3 мәрте иегері болған дейді. Жалпы Шыңғыс Айтматовтың шығармашылығы қазақ халқымен тығыз байланыста болған. Ең алғашқы шығармасы Жәмила деп аталады. Одан кейін Қош бол Гүлсары шығармасының фильмі бар, қазақша көрген болсаңдар. Ақ кеме, ғасырдан да ұзақ күн, Жан пейда сияқты барлық шығармаларында көркем образдардың рухы мен мінезі қырғыздан гөрі қазаққа өте жақын келеді дейді бұл шығармаларында. Жалпы жазушының өзі де қазақ ауылымен іргелес қоныстас жерде туып өскен. Әкесі Төреқұлды Тұрар Рысқұлов қолынан жетектеп жүріп Ташкентке оқуға түсірген екен дейді. 1938 жылы халық жауы ретінде атылып кеткен Төреқұл Айтматов Рысқұловтың тікелей тәрбиесін көрген шәкірті болған дейді. Шыңғыс Айтматовтың әкесі Төреқұл Айтматов халық жауы ретінде 38 жылы атылғандардың қатарында болған. Яғни бұл жерде сендер ұмытпаңдар, ескеріңдер, Төреқұлды Тұрар Рысқұлов, біздің қазақтың тарихи қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың өзі жетектеп жүріп Ташкентке оқуға түсіріп, кейін қоғам қайраткері болуына үлкен үлесін қосқан екен дейді. Ол 2008 жылы маусымның 10 күні 79 жасында қайтыс болған. Адамзаттың Айтматовы атанған Шыңғыс Айтматовтың мүрдесі Бішкек қаласы маңындағы Чонташ деген жерде Атабейіт мемориалдық мұражай кешеніне қойылған дейді. Бұл күн қырғыз халқы үшін қаралы күн болып жарияланған 2008 жылы маусымның 10-ы. Сонымен Шыңғыс Айтматов туралы біз білуіміз керек қатарлар. Бұл оның ең алғашқы шығармасы Жәмила, одан кейін Қош бол Гүлсары, Ақ кеме, ғасырдан да ұзақ күн, Жан пейда секілді танымал шығармалары бар екендігі. Енді алғашқы ұстаз повесінің өзіне керек. Алғашқы ұстаз повесі атау айтып тұрғандай ұстаз сипатын көрсететін шығарма. Шығарма басында бұл қандай суретті саларын білмей ойланып отырған кейіпкер оқиғасымен басталады. Бұл суретті мен әлі салып біткен жоқпын, сондықтан оның қалай болып шығатын күні бұрын айту да қиын дейді. Күнде таң сәріден тұрып бұрын әр кезде жасаған түрлі вариант этюдтарды қайтадан 2-3 рет қарап шығамын да елең алаңдағы тыныштыққа әрі бері жүріп тынымсыз ойланамын дейді. Жоқ, мен әлі ойымдағын тапқан жоқпын, істің бәрі алда. Бұл сурет әзірге көңілдегі тілек, жүректе толқыған, қан тамырында жүрген елес үміт қиял ғана дейді. Яғни суретшінің қандай суретті салатындығын әлі білмей ішінен толғанып жүргендігі турасында басталады шығарманың басы. Одан соң енді бұл суреттің тарихы, яғни қандай оқиға оған әсер еткендігін сөз етеміз. Бұл оқиға Ақжар тауының етегінде орын алған. Ауылдың жоғары жағындағы адырда мен бала кезден білетін 2 зәулім терек болатын дейді. Бұл өте маңызды мәлімет. 2 зәулім терек ауылдың жоғары жағында адырда орналасқан дейді. Бұл егіз терек қазір де сол жерде тұр. Қашан қарамасаң да ауылға қай тұстан келмесең де төбе басында бой түзеген осы биік теректер көзге бәрінен бұрын шалынады. Неге екенін білмеймін, әлде балалық әсердің күші ме, я болмаса суретшілік кәсібіне байланысты ма, әйтеуір станциядан түсіп шатқалдан шыға ауылға қарай беттегенде сол адырда баяғы қос терек мәуелеп тұр ма екен деп тағатсыздықпен сол жаққа қараймын дейді. Енді осы 2 теректің, егіз теректің оқиғасы сөз болады. Кейін ескіріп етек жиған кезде мен бұл теректердің сырын ұғындым дейді. Биікте жалаңаш төбеде өскендіктен бұлар әр кешелдің өтінде болып, ауаның әрбір қозғалысына жауап қайтарып, әлгіндей толассыз шуылда мүлдем басқаша үн қатуының себебі де сондықтан екен дейді. Сөйтсе жаңағы 2 егіз теректің, қос теректің өзіндік бір астары бар екен. Белгілі бір оқиғаға байланысты жаңағы отырғызылған теректер болып шықты дейді. Оқудан тараған жазғы мезгілде біз бір топ бала болып балапан ұстаймыз деп осы жерге келетін едік дейді. Суретші өзінің балалық шағын айтып жатыр. Біздің шырқыраған үнімізге разы болғандай, төбе басында кербез-керле жайқалған алып теректер әдетінше жапырақтарын жай ғана сылдырлатып бізді саялы көлеңкесімен қарсы алушы еді дейді. Сонымен сол теректердің басына шығып біз сыртқа қараушы едік, айналаға қараушы едік. Негізі теректің басына біз не ұстаймыз деп, жаңағы балапандарды ұстаймыз деп мінетін едік, бірақ терек басына шыққан кезде жаңағы айналадағы сұлулыққа қарап не үшін келгенімізді ұмытып, бұл балапандарын ұмытып кетуші едік дейді. Біз ең үлкен үй деп есептейтін қол қорасын, ат қорасы теректің басынан тебінгідей-ақ көрінуші еді. Кішкентай ғана көруші еді. Біз ең үлкен үй деп есептейтін үйдің өзі сол
теректің басынан қараған кезде тебінгідей кішкентай ғана болып көрінетін. Енді ауылдан төмен әлде қайда мұнатқан жастықтардың соншалық шексіз екеніне, әрі тағы неше алуан жерлер, басқа да тағы саналуан күмістенген өзендер бар екеніне таңдана қарап, әлемнің шет-шегі осы ма, я болмаса онан әрі осындай аспан, осындай бұлт, осындай жер бар ма деп біз ойға батушы едік дейді. Осы теректер өскен жерді ауылдағылар неге екені белгісіз Дүйсеннің мектебі деп атайтын. Кенет бір мал іздеп қалған кезде, ой пәленше менің торуғанымды көрдің бе десе, анау Дүйсеннің мектебінде жылқы жүр, сол жақтан іздеп көр деп жүріп кететін дейді. Үлкендерге еліктеп біз де жүр кеттік, Дүйсеннің мектебіне терекке шығамыз деуші едік дейді. Бір кезде осы төбенің басында мектеп болған екен. Біз оның орнын да көрмей қалдық. Бірақ қос теректі төбенің аты ел аузында бұрынғысынша келе жатыр. Бұл мектептің орнын бала кезде бірнеше рет іздеп те көрдім. Неге Дүйсеннің мектебі, ол қай Дүйсен деп қариялардан сұрастырған кезде, олар менің сұрағыма енжар жауап беруші еді. Я, осы жүрген ақсақ қой Дүйсен. Кешегі сұрапылдан кейін ана төбенің басында бір жаман там болатын. Дүйсен комсомол болдым деп сонда мектеп ашып бала оқытқан. Мектеп дейтін аты ғана болатын. О да бір өзінше қызық дәуір еді ғой. Құдай салмасын. Үзеңгіге аяғы тигеннің бәрі өзінше мықты болып әркім білген істейтін. Дүйсен де сонда ойына бір келген істеп баққан. Қазір ол жаман тамның орны да жоқ. Бір жақсысы аты жоқ төбет Дүйсеннің мектебі болып аталып кетті сол жер деп айтты дейді. Дүйсен деген кісіні мен онша жөнді білмейтінмін. Бойы серейген, бүркіт қабақ, салауатты адам сияқты болып көрінеді. Мына қатар маңызды. Осыған дейін Дүйсеннің сипаты деген сауал болды. Жауап бойы серейген, бүркіт қабақ, салауатты адам деген екен. Адам, яғни осы қатар естерінде болу керек міндетті түрде. Бойы ұзын дейді, қабағы бүркіт сияқты, өзі салауатты адам. Салауатты деген жаңағы тап тұйнақта жүретін, өз ісін білетін адам деген мағынада қолданылады. Оның үйі арғы бетте 2-ші бригаданың көшесінде еді. Мен ауылда жүргенде Дүйсен колхоздың мұрабы болып, қанжығасында етекте кетпенді байлап алып, істен шығып қалған өзіндей мәстекті мініп, кейде біздің көшені басып өтетін. Кейін пошта қызметіне ауысып кетті дегендері естігенім бар дейді. Сонымен Дүйсен мектебі және Дүйсен туралы қандай оқиғаның тиегі ағытылғалы тұр. Өткен күзде маған колхоздан телеграмма келді дейді. 2 жыл бойы біздің колхоз өз күшімен жаңа мектеп салып жатқан болатын. Мектептің үйі жаңа ғана бітіп, ауылдастар мені оның ашылуына шақырған екен дейді. Бұл жігітте суретші болып, өзінше абыройлы болып жүрген қаладағы адам. Сол ауылынан бұған телеграмма хат келіп, оның өзінің ауылында сол ауыл салып жатқан, мектептің ашылғалы жатқан сол мектепке келіп, бұның да қонақ болғанын қалайтындығын жазып жіберген екен дейді. Сурет салу үшін тіпті 4 күн бұрын барып алдым дейді ауылға. Қаладан шақырылғандардан енді академик Сүлейменова келеді деп күтіп отыр екен олар дейді. Академик Сүлейменова, Алтынай Сүлейменованы күтіп отыр екен ауыл адамдары. Ол кісі мұнда 1-2 күн аялдап осы жерден пойызға мініп Мәскеуге жүріп кетеді екен десіп жатты. Академик Сүлейменованы келетінін естіп мен қатты қуандым дейді. Бұл дүйім жұртқа белгілі білімпаз әйел біздің ауылдан екенін, жас кезінде қалаға кетіп кейін ғалым болғанын бұрын естіп жүруші едім дейді. Ал енді өзіме мен қалада таныстым дейді суретші. Мен көргенде Алтынай Сүлейменова шашына ақ кірген, толық келген, елулерге таянып қалған адам екен. Университетте кафедра меңгеріп, философиядан лекция оқиды екен. Академияда істеп, оның үстіне әртүрлі қоғамдық жұмыстармен шетелдерге барып келіп жүрген. Ауылда Сапаның жайбарақат отырып хал сұрасуға шамасы келмей жүр. Бірақ сұрасқан сайын мейлі жиналыста, мейлі күтпеген жерден, көшеде кездесе қалғанда біздің ауылдың амандығын сұрап, менің творчеством жөнінде қысқа болса да пікірін айтпай қалған емес дейді. Мен бұл кісінің қарапайымдылығына таңданушы едім. Мына қатарда өте маңызды Алтынай Сүлейменованың сипаты. 50 жастағы, шашына ақ кірген, толықша келген, университетте кафедра меңгерушісі, философиядан лекция оқиды екен өзі. Бұл көп нұсқалы варианттарда Алтынай Сүлейменоваға тән нұсқалар деп сұралған осыған дейін. Сондықтан естеріңе сақтап алыңдар. Бір күні екеуінің арасында мынадай диалог жүреді. Апа, ауыл жаққа барып ел жұртпен дидарласып қайтсаңыз қайтеді дедім дейді. Жаңа суретшінің айтып тұрғаны. Сізді сыртыңыздан бәрі мақтан етеді екен, бірақ көпшілігі танымайды. Атақты ғалым қызымыз ауылын менсінбей жүр екен деген де сөздер бар дейді. Алтынай Сүлейменова, бұл айтқаныңыз дұрыс інім дейді. Ауылды өзім де көптен бері аңсап жүрмін. Бармағаныма талай уақыт өтті. Ауылда пәлендей туыстарым жоқ, бірақ ел деген туыс, елден ұлық туыс болмайды. Сөзсіз барам, қолым босаса бол, барам, туған жерді сағындым деп айтты. Алтынай Сүлейменова ол күні кешіңкіріп келді. Мектептің салтанатты ашылуына дәл оның машинасы көшеге тоқтағанда жиналысқа келген жұрттың бәрі алдына шығып, танығаны бар, танымағаны бар, кәрі жасы қалмай тегіс жүз көрсетіп қол алысты. Алтынай бұған сондай қуанғаннан не істерін білмей қол қусыра иіліп жүріп отырып залдағы президиумнан орын алды. Сонымен Алтынай мектептің ашылу салтанатына келді. Мына суретшінің шақыруымен бір жағынан өзінің де ауылға келгісі келіп жүрген екен дейді. Алтынай Сүлейменованың келгеніне сүйсінген жұрт оны кілем төселген төрге отырғызды дейді.
қолынан келгенше құрметтеп сыйлап жатыр. Үлкен дастарханның жиегінде жайнап отырғандар гу-гу сөйлесіп шай ішіліп жатқан кезде қолына бір уыс газет журнал ұстаған жас жігіт есіктен кіріп келді дейді. Үй иесіне 10 шақты телеграмманы ұсынып қол қойып беріңіз деп аялдады. Бұрынғы оқушылардан келген құттықтау телеграммалар қолдан қолға өтіп жатқанда әлдекім сөз арасына ой, мұны Дүйсен алып келді ме деп сұрақ қалды дейді. Ана отырған адамдардың ішінен біреу Дүйсен алып келді ме деп сұрады дейді. Я деді жігіт, жиналысқа жеткізіп үлгерейін деп атын қан сорпа қылып келген екен, кешігіп қалдым ау деп өкініп жатыр дейді. Ой, түсті оған, үйге кірсін деді үй иесі қолын бұлғап. Жігіт шығып кеткенде маған жанасы отырған Алтынай Сүлейменованы оң қораға түсіріп әлдене есіне келгендей менен әй, қайсы Дүйсен кімді айтып жатыр деп сұрақ қалды дейді. Колхоздың пошташысы апа дедім мен дейді. Дүйсен деген ақсақал танитын ба едіңіз? Я дегендей басын изеп Алтынай Сүлейменова бір нәрсе айтайын дедім ме, орнынан тұрған ұмтыла беріп еді, соның арасында терезенің алдынан салтатты қораны дүбірлетіп өте шықты. Үйге кіріп келген жігіт, түсіңіз деп едім, тіпті болмай қойды ағай деді. Жұрттың қатын таратам деп жүріп кетті деп. Қайтесің, соны кете берсін. Отырғандардың ішінен деді біреу, отырғандардың ішінен біреу жаратпағандай қолын сілтеді дейді. О, Дүйсен дегенді білмейсіңдер, ол заңмен ғана жүретін адам, қызметін бітірмейінше еш жерге бұрылмайды деді екінші біреу алдыңған толықтырып дейді. Мейлі ендеше ештеңе емес дегенде үй иесі басын изетті қоя қойды. Бұл Алтынай мен Дүйсеннің қаншама уақыттан кейін кездескенде Алтынайдың Алтынай Дүйсеннің амандығын біліп отыр, бірақ Дүйсен Алтынайды көрген жоқ. Осы жерде енді бір қызық оқиға басталады. Алтынай Дүйсеннің есімін естіген кезде өңі қуарып біртүрлі болып қалды, иә. Оны жанындағы жаңағы суретші жігіт, творчествоның адамы деді ғой, Алтынай сияқты, ол да сол Мәскеуде сол ауылдың атын шығарып жүрген адам. Бұл Алтынайдың солай қуарып отырғандығын байқап қалады. Сонымен Алтынай бұл Дүйсен бе деп нақтылап сұрап алды. Сөйтіп мына отырғандардың ішінде Дүйсенге қатысты бірақ көбісі жақтырмайтындығын байқап отыр. Ол Дүйсен деген жаңағы заңмен ғана жүретін адам, ой, қоя берші, соны кете берсін деген сияқты. Бір кезде біреу айтты дейді, жолдастар, бір кезде біз әлі таяқ деп білмейтін Дүйсен мектебінде де оқыдық қой. Ол бұл сөзге таңғалғандай күле сөйлеп басын шайқады. Қазір сол бір кез есіме түсіп жатыр дейді. Ой, тоба десеңші деді бір-біріне. Рас деді басқалар. Ой, Дүйсенің бар болсын. Соны да мұғалім, оқытушы, ұстаз деп жүріппіз ғой дейді. Қарқылдаған күлкілер басылған сәтте әлгі кісі сөзін әрі қарай жалғай түсіп, міне енді алдымыз елге даңқы жайылған академик болып, кейінгіміз жоғары орта білім бар жұрт болдық. Ауылымызда бүгін жаңа мектеп аштық, басқасын айтып не қылайын, заманның қалай өзгергені осының өзінен-ақ көрініп тұрған жоқ па дейді. Кезінде біз Дүйсенді де сол мұғалім, оқытушы деп жүрген екенбіз-ау, енді мінекей алдымыз мына Алтынай Сүлейменовалар академик болып келіп жатыр, қалғанымыз орта білімді азаматтарымыз, осылай да заман өзгереді екен деп бір-бірімен сөйлесіп жаңағы тілдесіп отыр дейді. Бірақ Алтынай ғана ерін тістеп қызарады. Оның бұл халін сөзге күлкіге беріліп қызған көпшілік байқаған да жоқ дейді. Мен сұрадым дейді, сіз неге көңілсіз отырсыз апа дедім дейді. Алтынай Сүлейменова жай әншейін інім деп қоя берді дейді. Қонақтар далаға демалғалы шыққан кезде Алтынай елден бөлініп сонау төбе басында жайқалған қос терекке қарап ойға шомып тұрды дейді. Анау шығарманың басындағы қос терек жаңағы суретшінің бір мәні бар секілді көрінетін қос терекке Алтынай Сүлейменова қарап ұзақ отырды дейді. Қайран теректер жапырақ төгіп тұрған кез екен, жазда көктегенде көрсеңіз тамаша ғой дедім мен дейді. Алтынай, я, мен соны ойлап тұрмын деп айтты дейді. Бұл сәтте осы талайды көрген ғалым әйелдің түрі қайран өтіп кеткен 18 қайтыр алса деп іштейтінім, қызыл орамал тартқан балғын шағын есіне алған кәдуілгі қарапайым қырғыздың әйелдеріне ұқсап кетті. Ол және бірдеңе айтқысы келгендей теректерге қарап үнсіз тұрды да бір кезде қолындағы көзілдірігін киіп сөмкесінен папирос алып тұтатты дейді. Мәскеудің пойызы біздің станциядан түнгі 11-де өтеді емес пе деді. Я, апа, 11-де өтеді дедім мен дейді. Онда менің қазір жүруім керек деп, әйел Алтынай Сүлейменова ештеңеге қарамастан, қонақтардың қалды екеніне қарамастан сол күні жолға шығып кетті дейді. Сөйтіп пойызға мінер алдында ақыры бұл сұрақ қояды. Неге бір нәрсеге кейіп ренжіп келдіңіз бе, неге ашуландыңыз деді дейді. Жоқ, олай ойлама, неге ашуланайын? Ашулансам өзім ашуланам, өзімнің білместігіме ашуланам, көңілдеріңе еш нәрсе алмаңыздар дейді. Қайта сіздердің маған ренжулеріңіздің жөні бар деп кете барды дейді. Сөйтіп Алтынай Мәскеуге жол жүріп кетеді. Мен қалаға қайтып оралғаннан кейінгі күндердің бірінде Алтынайдың ойламаған жерден бір хат алдым дейді. Суретшіге хат келді Алтынайдан. Өзінің ғылыми жұмыстарымен Мәскеуде ұзақ жүріп болатынын жазып, одан әрі хатында былай депті. Қымбатты інім,
Қаншама шұғыл жұмыстарым болса да барлығын жиып қойып мен осы хатты жазуды мақұл көрдім. Егер осында айтылғандар сізді қызықтырса, онда өз творчествоңызды пайдалануыңызды өтінем. Өйткені бұл мен үшін ғана емес, біздің ауылдастар үшін ғана емес, біздің жалпы жұмысқа, көпшілікке, әсіресе жастар үшін қажет қой деп ойлаймын. Бұл менің көп толғаныстан кейін түйген пікірім. Бұл менің жұрт алдында жүрегімді ұсынып тартып өткен сырым. Сондықтан мұны қанша көп адам білсе, мен сонша бақытты болам. Жұрт алдында соншалық парызды өтеп, соншалық күмәннен арылам. Егер қағаз бетінен түсіретін болсаңыз, мен ыңғайсыз жағдайда қалады деп күбіртіктемеңіз, ештеңесін жасырмай турасын ашық жазыңыз деп жазыпты дейді. Мен осы хаттың негізінде бұдан ары қарай академик Сүлейменованың өз атынан әңгіменің жалғағын бөлек дейді. Енді ары қарай Алтынайдың атынан оқиға жалғасады. Хатта не жазылды, соны оқимыз. Алтынай өзінің оқиғасы 1924 жылы болғандығын айтады. Ақжар тауының етегінде болған. Ол кезде ол ауылда 10-15 үй жатақ түтін түтететін дейді. Яғни ауылда 10-15 үй ғана болатын. Ол кезде Алтынайдың жасы 14-те, бірақ жетім қыз бала болған екен. Аталас томаластарының қолында жүрген. Жеңгесі мен ағасы болған. Сол жылы күзде малды жандылар қыстауға көшіп кеткеннен кейін біздің ауылға мен бұрын көрмеген, үстіне әскери шинель киген бейтаныс жігіт келіп, елден жолдан жырақ тау баурайындағы шағын қырғыз ауылына бұл үлкен бір оқиға болды дейді. Әдегенде оны әскери басшылықта жүріп енді ауылға мықтының өзі болып оралыпты десе, кейіннен жоқ, ойбай, бұл баяғы темір жолға тентіреп кеткен Тастанбектің баласы Дүйсен деген екен. Өкімет оны әскерден босатып мұғалім етіп жіберіпті, мектеп ашып бала оқытады екен десіп, жұрт бұл оқиғаны әр саққа жүгірте бастады дейді. Сөйтіп бір күні ауыл ортасындағы дөңге жиналсын деген хабар келді дейді. Ой, сұмдық бұлта, қандай жиналыс деп кісілер атқа мініп барды дейді. Сол жерде менің ағам да бар дейді. Мен ағаммен бірге ілесе бардым, басқа балалармен қосылып. Сол жерде Дүйсен өзінің мектеп ашқалы жатқан балаларын оқытқысы келетіндігін хабарлайды. Сол жерде біреу бай деп сөйлейді. Әй балам, деді ол аттыға сөйлеп. Аттылардың біреу: біз сенің ата тегіңді ғой білеміз, біз сияқты қара табан кедей ет, ал сен қайда жүріп молда болдың деп сұрады дейді. Дүйсен кейін бұрылып жауап берді: мен молда емеспін, ақсақал, мен комсомолмын, қазіргі кезде хат танығаны мұғалім дейді, мен әскерде жүріп хат танып келдім, менің молдалығым осындай деп жауап берді дейді. Бәлі, оның дұрыс екен десті. Комсомол мені мұғалімдікке дайындап бала тәрбиеледіп жіберді. Мектепте сіздердің көмектеріңізбен анау төбеде бос тұрған жаман тамды оңдап ашамыз деген ойым бар. Қалай дейсіздер, ақылдарыңызды айтыңыздар деді дейді. Сол төбенің басында тұрған байдың ескі үйін алайық та, соны оңдайық, сол жерде мектеп қылып ашайық, мен балаларыңызды оқытайын деп Дүйсен өзінің ақ ниетін білдіріп жатыр. Бірақ отырған адамдар оны түсінбейді. Олардың біреу айтады: қолыңды қоя тұр, оқудың бізге керегі қанша деп сұрады дейді. Дүйсен не дерін білмей қалып, жан-жағына қарап қалды дейді. Бәрекелді, дұрыс айтады деп жан-жағындағылар оны одан сайын қолдап кетті дейді. Біз жеремшегін емген диқандарымыз, ал біздің балаларымыз оқып ел сұраған үкімет болатын бет, қой айналайын басымызды қатырма деп бірінен кейін бірі сөйлей бастады дейді. Сіздер бала оқытуға қарсыздар ма деп сұрады дейді Дүйсен. Қарсы болмағанда не зорлайсың ба? Қазір халықтың өз еркі бостандыққа шыққанбыз деді арғы жақтан бір дауыс дейді. Сөйтіп тұрған кезде Дүйсен төс қалтасынан 4 бүктелген қағазы суырып алды да оны жоғары көтеріп айқайлап сөйледі дейді. Сіздерге жер суды алып берген кеңес үкіметінің бала оқытсын деп мөр басып берген мына қағазына қарсы шығасыздар ма? Қане кеңес үкіметінің мизамына кім қарсы? Кім? Деп айқайлап айтқан сөзі күзгі тымық ауаны атқан оқтай тіліп жақпар тасты шақ дегендей етті дейді. Сөйтіп тұрғандардан ешкім үндемей қалады. Дүйсен осы кезде: сіздер кедейсіздер деді. Шаршағандай даусын бәсеңдете сөйлеп: біз өмір бойы аяқ астынан езіліп есіміз кеткен елміз. Үкімет енді бізге көзін ашсын, хаттанып білімге қол жетсін деп жатыр. Міне сондықтан балаларды оқытуымыз керек деді. Демі тарылған Дүйсен сөйлеп болғанда әлгінде оның молдалығын сұраған кісі: мейлі ендеше, істер жұмысың болмаса қайтеміз, оқысаң оқытарсың деп қоя берді. Мен сіздерден жәрдем сұрап тұрмын. Байдан қалған ана жаман атқораны оңдайық, көпір салу керек, отын керек деп Дүйсен жәрдем сұрайды. Ел болып, халық болып, мына мені салып алайық, мектепті оңдап алайық, сөйтіп балаларды оқытайық деп. Ой жігіт, қоя тұршы деді. Сол жерде Сатымқұл деген кісі көз жұмған көзін ашып: мектеп ашам деп айқайлайсың, үстіңде тоның жоқ, астыңда атың жоқ, айдап қойған жерің жоқ, айдауда малың жоқ, сен немен күн көресің деді. Ептеп күн көреремін, үкімет маған көмек береді деді Дүйсен. Солай десейші деп Сатымқұл рахаттана ыржия күліп төсін қайқайтып ерден көтерді. Сөзің шыны жаңа айтылды ғой, сен сол өкіметтің қарсысымен жұмыстарыңды бітіріп балаларды оқыта бер, ал бізді қинама, өз тауқыметіміз жетіп жатыр деп кете барды дейді. Сөйтіп Сатымқұл кетеді, оның артынан бүкіл ауылдың халқы кетеді. Сөйтіп Дүйсен өзі қалады. Енді Дүйсен түсінеді, мына дөңнің басындағы жерді өзі жөндеп мектеп етіп алу бұның мойнына түскен жүк екендігін.
сөйтіп мына балалар, ауылдың балалары күнде тезектереді екен. Сол кездерінде Дүйсенді көреді. Ертеңде суға барған кезімізде кетпен күрек балта көтерген Дүйсеннің суды кешіп төбе басындағы жаман тамға қарай кетіп бара жатқанын көрдік дейді. Осылай күнде ол күн шыққан кезде сол дөңге қарай көтеріледі, күн батқан кезде сол дөңнен түседі дейді. Сөйтіп жаңағы мектепті оңдаумен айналысып жүрді дейді. Содан бір күні мына бірнеше қыз болып Дүйсеннің мектебінің жанына қызықтап бардық дейді. Я қыздар, келіңдер, тезек теріп келесіңдер ме деп Дүйсен жылы қарсы алып, біз ұялғаннан үндемей бір-бірімізге қарап қап-қаптың түбінде отырған жерімізден я дегендей басымызды изеп қойдық. Біздің ұялып отырғанымызды бірден түсіне қойған Дүйсен тағы да жымиып, келгендерің жақсы болды ғой қыздар, міне мектептерін даяр десе де болады. Жаңа ғана бір бұрышына пеш сияқты бірдеңе орнатқан болдым. Көрдіңдер ме, мұржасы да үстінде көрініп тұр. Енді қыстық отынымызды тамның бір жағына жинап аламыз да, жерге сабанды қалыңырақ төсеп оқуды бастай береміз. Қалай, мектепке келесіңдер ме, оқуларың келе ме деп сұрайды. Сонда қыздардың ішінен тек қана Алтынай ғана жеңгем жіберсе келемін деп айттым дейді. Дұрыс жібермегенде қайтер дейсің, атың кім сенің деп сұрады дейді. Алтынай дедім мен тіземнің жыртығын етегіммен көлегейлеп. Алтынай, жақсы екен, сен өзің ақылды бол екенсің, деді ол мені еркелете сөйлеп. Алтынай, сен басқа балалардыра мектепке оқиықтай бертіп кел жарай ма дейді. Мақұл аға деп қалдым дейді. Мен ағай дегейсің, мектептің ішін көргілерің келе ме? Кіріп көріңдер қыздар, қорықпаңдар деп айтты дейді. Жоқ, біз кетеміз деді қыздар дейді. Өздерің біліңдер, оқуға келгенде көрерсіңдер, бара қойыңдар деп Дүйсен бұларды босатып, орақ жібін алып далаға қарай жүріп кетті дейді. Енді ары қарай жұмыстарын атқаруға Дүйсен кете барады, қыздар сол маңда қалып кетеді. Сонда қыздардың ішінен Алтынай бас көтеріп, тоқтаңдар қыздар, тұра тұрайық деп, жаңағы мектепке отын керек сияқты тезегімізді осы жерге қалдырайық, тамның түбіне төк кетейік, өзі кіргізіп алар деп айтты дейді. Бірақ қыздар бәрі қарсы болады. Жоқ, ойбай, кеш батқанда қазір жаңағы жинап үлгермейміз, әке-шешемізден, мамамыздан ұрыс естейміз деп келіспейді. Бірақ Алтынай ғана қолындағы қабын солаймен жаңа тамның түбіне төгіп кетеді де, өзі қайта жинауға кіріседі. Қыздар ауылға қарай қайтып кетеді. Кеш батып кеткенін байқайды бір уақытта. Бірақ өзін өте жақсы сезінеді. Алтынай сондай бір үлкен жақсылық жасаған сияқты жеп-жеңіл сезініп мәз болып жүреді. Мен біліп қой, мен енді сөзсіз мектепте оқимын, өзім ғана емес басқа балаларды өзіме ертемін деп көңілім тасып мақтанып келе жатырмын дейді. Бір уақыт есіме түсіп жерден тезек іздей бастадым. Сөйтіп Алтынай кеш қалып кетеді. Қара терге малынып үйге келгенімде ошақ басында от жағып отырған жеңгем ұшып тұрды дейді. Ол өзі ұрысқақ, нашар адам еді дейді жеңгесі. Сен қайда жүрсің ей деді ол жолқындып. Мен жауап қайтарып үлгергенше қолымдағы қапты жұлып алды дейді. Үстінің ортасына дейін сандалып жүріп тергенің осы ма деді. Қыздар айтып қойса керек дейді. Жаңағы тезекті Дүйсеннің тамының алдынан төгіп кеткендігін қыздар айтып қойған сияқты. Сөйтсе жеңгесі былай деп ұрса жөнеледі ары қарай. О, өлігіңе ғана отырайын, мектепте сенің нең бар еді? Жеңге менің құлағымды жымқыра ұстап көк желкемнен төмпештей бастады. Ит жетім, көк жетім, бөрі күшіге ит болмайды деген осы жұрттың баласы үйіне тасыса, бұл үйден тасиды. Енді сол жақ аяғыңды басып көр, сирағын сындырып, табаныңды тіліп, тұз қояйын. Мектепшілін бұның деп айтты дейді. Осы жерде Алтынай жаңағы бұрышқа барып, тіс жармай ошақтың басында бүкшие жыладым дейді. Бірақ бұл ақымақ қатынның сөзіне жылаған жоқ мен. Бұл жеңгемнің мені енді оқуға бермеуі мүмкін екендігін түсініп жыладым дейді. Сөйтіп бірнеше уақыт өткеннен кейін Дүйсен келіп балалар жинап жүр екен. Бірақ кімнің Алтынайдың үйі ең ауылдың соңындағы үй болады да, бұл тірелтілеп отырады ішінен. Бұрылып кетпес екен, біздің үйге келсе екен деп. Келтіре ғой Құдай, келтіре көр деген сияқты Алтынай тілейді ішінен. Сөйтіп Дүйсен келеді. Дүйсен үйге келгеннен кейін жеңгемен сөйлеседі. Жеңге оған қатты сөйлейді, зілді тіл қатады. Бұл жетім жаңағы тіпті ерке байлардың балаларының өзі оқып жатқан жоқ. Сен не үшін жетім баланы әурелейсің? Мен өзім білемін деген сияқты сөздер айтып Дүйсенді тықсыра түседі. Дүйсеннің жаңағы айтатыны жетім баланы неге оқытпау керек, жетімнің қай жері кем деген сияқты нәрселер айтылады. Ары қарай сол кезде мына жеңгесінің ағасы сол аймақта жақын жерде мен айналысып жатыр еді дейді. Ол әйелдің билік айтып сөз таластырғанын жақтырмайтын. Оны ылғи сабайтын. Бұл жолда оны шорт мінезін ұстап кетті білем. Әй деді ол орадан шыға сала айқайлап. Сен қашаннан бері билік айтатын білгіш болып кеткенсің. Көп сөйлемей шаруаңды бітір. Айда Тастанбектің баласы, дау шарыңды тоқтатты, алып кет қыздың мектебіне. Оқытасың ба, шоқтасың ба, ер көзіңде шатағың керек емес. Алып кет деп айтты дейді. Сөйтіп ісін жалғастыра берді дейді. Содан кейін мен мектепке баратын болдым. Бұл мектепте Дүйсен қолынан келгендігін барлығын үйретті. Өзі айтқанындай қай өзі қалай хат таниды, өзі қалай жазалады, соның барлығын бізге үйретуге тырысты дейді. Алтынай сол 10 шақты баланың ішіндегі ең алғыры болады. Сөйтсе, мына қатар осыған дейін сұралған,
қолында әліппесі де жоқ бұл шала сауат екі сөзді әзер қосып ежіктеп оқыған жас жігіттің әрине онда оқудың тәртібі жол жобасы жөнінде ешқандай хабарда болмаған екен. Оқытудың жөні осы деп өз білгенінше өз топшылауынша оқыта берген екен. Бірақ оның ақпейілмен істеген әрекеті меніңше босқа кеткен жоқ. Өйткені сонда біз үшін ауылдың шетіне шығып көрмеген тау бойындағы қырғыз балалар үшін сол мектеп деп аталған тесігінен жел азынаған, есігінің саңылауынан сонау алыста аққа жамылған таушоқылары көрінген, ысқа малынған қотыр тамда құлақ естіп көз көрмеген жаңа дүние басталғандай болды дейді. Дүйсеннің әкесімен бірге шойын жолда жұмыс істеп жүріп Михаил Семенович деген қарт мұғалімнің қолында екі қыс оқып жүрген, әскерге барғандағын ақтармен қалай соғысқандығын біз ұйып тыңдаушы едік дейді. бір қатары ауыз-ауыздан ауысқан халықтық аңыз болса да біз үшін оның бәрі тап-таза қоспашы шындық секілді болушы еді. Дүйсеннен тыңдаған әңгімеміздің бәрі дейді. Дүйсен оқытқан 10 шақты баланың ішіндегі ең естияры мен болатынмын, сондықтан сабақты дұрысырақ білгенде мен болдым ғой деймін. Тек бұл ғана емес, оқытушының әрбір сөзін көрсеткен әрбір таңбаларын ұқыптылықпен қағып алып ықыласын тамып салып оқитын едім дейді. Бір күні менің өз ойымда мен үшін Дүйсеннен артық онан білімді кісі болған емес дейді. Оның ниетін оқытуға деген тіпті өзі де жарытып хат танымаса да мына балаларды кішкене де болсын хат таныса екен, білсе екен, оқуға деген құштарлықтары оянса екен деген Дүйсеннің ниеті мені осындай керемет ғалым етіп шығарды деп Алтынай өзінің әңгімесін айтып жатыр. Түбі қайдан басталғандығын, бұның қазіргі осындай деңгейге жетуіне не әсер еткендігін. Сол кезде ол Дүйсеннен мықты адам жоқтай көрінетін, онан білімді кісі болған еместей көрінуші еді маған дейді. Және балалар ауылдың адамдары бұл Дүйсеннің ниетін дұрыс бағаламай, керісінше оны не істей аласың, ақылыңнан келген істе ерігіп жүрген біреу сияқтысың деген сынды көзқараспен қарайтын. Ал енді ауылдың балалары керісінше Дүйсенді керемет бағалайтын, оның мұғалім ретінде қадірін білгендігін айтып өтеді. Қазір ойлап отырсам, сонда ауылдағылар екі ағаш тастап бітіре қоятын жұмыс, бірақ онда оқудың мәнісін түсінбеген жұрт Дүйсен істейтін іс жоқ, әпендідей көруші еді дейді. Дүйсен екеуінің, Алтынай екеуінің жаңағы суға тас салып, тастың үстіне шым қойып, балалар өтуге арналған көпір салған кезін айтып жатыр. Енді мынау ауыл болса, ауылдың бойында су, жоғарыда дөңнің басында жаңағы не бар, мектеп бар. Мына судан өту үшін балаларға көпір жасап жатыр Дүйсен мен Алтынай екеуі. Сол кезде Алтынай айтады, қазір ойлаймын дейді, сол көпірді бір екі ағаш тастап қана істей салатын жұмыс ауыл адамдарына. Бірақ олар Дүйсенді сол қиналғанын жөн көретіндей, оны бір әпендідей көріп, еш уақытта қол созып көмектеспеуші еді оған дейді. Біз оның білімнен гөрі осындай адамгершілігін, біз үшін деген ілгері ниет, жақсы тілеген бала болсақ та бағалап қатты құрметтеуші едік. Әйтпесе бізді тізеден қар кешіп, сақылдаған саязда, қақаған боранда, жаман тамда көк бұрыштай көгеріп отырып сабақ оқисыңдар деп бізді қинаған ешкім болған жоқ дейді. Біз сол бір ниеті үшін оны қатты сыйлап оқуға барушы едік дейді. Бір күні қатты үлкен суық болып, бұйыққан ұлытаудың етегінде ел інге кіріп кеткенде сыртқа қыбыр етіп шыққан жан жоқ. Ауылда қасқыр торып қағыс қалған мал пұлды күндіз-ақ тартып кететін болды дейді. Әсіресе қараңғы түсімен қасқырлар ауылға кіріп ауызға ілінер ештеңе таба алмай таң атқанша төңіректі торғылдап ұлып жүрген кездер еді дейді. Сол уақытта мұғаліміміз сұрапыл суықта үстінде тоны жоқ қайтып келер екен деп қорқып жүрдім дейді. Қалаға кеткен Дүйсен, сол Дүйсен аман-есен оралар ма екен деп, бұл енді балалық тілегімен Дүйсеннің аман оралуын тілеп жатады. Алда Құдай қараңғы түспей ертерек келсе екен, қараңдан айналайын ағайын, қайда жүр екен деп ішімнен кейіп жеңгеме көрсетпей кейде жылап та алушы едім дейді. Бетінде қаны жоқ, құп-қу Дүйсен ентіге кіріп келгенде көзім қарауытып, ақсарбас, сен бе едің айналайын, сау ма едің деген кемпір шалдың даусын құлағым шалды дейді. Бұл кемпір шал Қартаңбай шалмен Сайқал атты кемпір. Сайқал деген сөздің мағынасы қырғыздарда сұлу, әдемі деген мағынаны білдіреді. Қазақ тіліндегідей жағымсыз мағынасында емес. Қартаңбай шалмен бұл Сайқал кемпір екеуі нағашы жағынан туыстас болып келеді Дүйсенге. Дүйсенді қазір Дүйсен сол екеуінің қолында. Үйге келген кезінде сол Дүйсенді қарсы алып жатыр. Сен бе едің айналайын, сау ма едің деген секілді. Себебі дала азынап тұрған суық, ауылды қасқыр торып жүр, күндіз малыңды жаңағы алып кетеді, күндіз кеш батса болды ауылға кіріп, жаңағы қасқыр әбден есірген уақыт дейді. Сондықтан Дүйсеннің аман келуі бұлар үшін үлкен жаңалық болып қуанып жатыр. Ой, балаларың адыра қалсын. Мен балаларға бүгін келем деп уәде берген едім деді Дүйсен. Ертең сабақ бастауым керек. Ой, балаларың адыра қалсын деді шошыған Қартаңбайдың жаны шығып кетіп. Ой, тоба, балаларға уәде бердім дейді тура. Ал майып болып қалсаң не болар еді, ойладың ба деп. Бұл жаңа балалардың жайы үшін қалаға барып келген.
керек жарақтарын алып келіп отыр. Иә, ертең күні сабақ басталуым керек, мен солай уәде бергем дейді. Сол үшін жаңа Қартаңбай шырбыз болып жатыр. Өзің майып болсаң не болушы еді деген сияқты. Менің қызметім осы дейді Дүйсен. Онан да басқаны айтыңыз. Лезде ақ жаяу барып келуші едім. Бұл жолы сізді жалғыз атыңыздан айырып отырмын Қаке деп айтты дейді. Жалғыз атын жолда қалдырғандығын, жалғыз атын жаңағы майып қылып алғандығын айтып тұр. Бірақ Қартаңбай керісінше жомарт, сондай кең кісі екен. Аты түскір жерге кірсін, басының садақасы дейді Қартаңбай. Осынша жасқа келіп атсызда жүргем, сөз емес, айналайын кеңес тұрғанда тағы да атты боларым деп айтты дейді. Бәрінен де осыны айтшы шал дейді арғы жақта жыламсыраған Сайқал. Ат бастың садақасы, тамақты сықтай ше ғой балам дейді. Әңгіме біраз толастап қалып Қартаңбай қоламтанып көсейіп жатып, есті ақылды жігітсің, балаларды оқытамын деп жанымды шипай пидай етіп жүрсің деп осы жерде мен сенің осыныңа түсінбеймін. Одан да не үшін ең болмаса біреудің қойын бақсаң да өзіңе бір ас болушы еді, неге бұндай іс-әрекетті жасайсың дейді. Сонда Дүйсеннің айтып отырғаны, біздің туыстық жайымыз бар. Я Қаке, маған жаныңыз ашып айтып тұрған шығарсыз. Міне осы жас балалар кейін сізге тартып оқудың білімнің керегі не деп түсінбей қалса, онда сіз айналған кеңестің ісі алға баспайды. Мен үшін бұл қорлық емес Қаке, қолымнан келсе балаларға тағы да көбірек білім берсем менің арманым болмас еді деп айтты дейді. Олар өсіп сөйлесіп отырғанда әдеген түстегідей тәрізді. Дүйсеннің аман оралғанына сенбегендей есіме келе алмай жаттым. Оның бір кезде жанды рахатқа бөлеген қуаныш тасқындаған селдей қаптап, демімді аптықтырдыра, сүйінішіме шыдай алмай жасымды төгіп өксіп жылап жібердім. Адам былай қуанып көрмеген шығар дейді. Бұл Алтынайдың жаңағы ағайының тілеуін тілеп, аман есен оралғанын тілеп, түн ортасында қуанғаннан жылағандығы ағай аман келген кезіне. Себебі Алтынай өзі жетім бала болды, аға жеңге сондай қатал кісілер, адуынды ақымақ әйел деп жаңа сипаттады оның жеңгесін. Сондықтан жаңағы Дүйсен секілді бұған шын жанашыр болатын, ақ ниетін көрсететін адам бұл Алтынай үшін туғандай жақын болады. Сондықтан осындай бір әдемі әппақ ниетпен оның аман келгендігін тілейді. Қыс өтіп көктем келіп, мына екі ортада үзінді қалып кеткен. Бұл жерде ағасы мен жеңгесі Алтынайды тұрмысқа бермек болады. Жеңге сыртынан қалың малын алып қойып, келесі күні алып кетуге келеді деген сияқты Алтынайды. Сол кезде екі ортаға ара түсіп аман алып қалатын Дүйсен болады. Кәдімгі комсомолдың полицейлерді алып келіп тұрып, Алтынайды аман алып қалады да, Алтынайды енді мектеп-интернатқа жіберетін бұл шешім қабылдайды. Болашағың не болар екен деп, қорықпа, сен қалаға барып оқисың деп дейді. Алтынай ішінен бұған қуанады. Шаһар дегеннің қандай болатын көз алдыма келтіре алмасам да, онда барып оқуды сөзсіз болатын нәрсе дей мен аяқ астынан ойлана бастадым. Біресе осыған қуанып, біресе қайта қайраттанып, қысқасы бос ойымнан шықпай әр тарапқа ақыл жүгірттім мен дейді. Неше рет оқудың қиыншылығын көрдім осы уақытқа дейін. Себебі Дүйсеннің сөздері әркез, сонда да қиналған кезімде Дүйсеннің сөздері әркез маған күш-қуат болатын. Бұл енді қиналуы, оқуда қиналу емес, тек Алтынайдың алғырлығы, балалардың қаншама уақыт ала алмайтын білімін аз ғана уақыт алып, бір нәрсені бірнеше қайыра оқығандықтан да Алтынай сол білімінің өсу керек екендігін, жаңа ізденіс керек екендігін сезіп жүрген едім дейді. Бірінші диссертациямды Мәскеуде қорғадым. Мен үшін бұл зор еңбек, үлкен жеңіс болды дейді. Бұл жылдарда ауылға барып қайтуға қолым тимеді, сөйтіп жүргенде соғыс басталып кетті. Күз әбден түскен кезде Мәскеуден эвакуацияланып Фрунзеге кетіп бара жатқанда Дүйсен шығарып салған станциядан түсіп қалып, біздің ауыл жақта совхоздың арбасына мініп ауылға бардым дейді. Ең алғаш рет мына Дүйсен шығарып салған жерден бірінші рет өзімнің ауылыма қайтып келген кезім дейді мынау. Бұл кезде енді ғалым атам диссертациясын қорғап Мәскеуде абыройлы болып жүрген кезі, туған жеріне келеді. Ауылға келген кезде бірақ жеңгесінің ағасының үйіне кірмеймін деп, осыған дейін өзіне ант берген, ендігәрі оларды көрмеймін деп. Ауылға келген соң ағаш отырғызған жаңа көшелері көз тартып, біздің мектеп тұратын төбеге көз жібергенде жүрегім аузыма тығылды. Бой түзеген екі терек төбеде ырғалып тұр екен дейді. Екі теректі кезінде Дүйсен өзі қолымен еккен. Осы балалардың құрметіне деп, мектептің құрметіне деп, кейін балалар осы теректей жайқалған керемет білімді ғажап азаматтар болсын деген ниетпен жаңағы отырғызылған теректер сондай керемет мәуелі ағашқа айналыпты дейді. Әрдайым ішінмен ағай деп жүретін кісіні алғаш рет Дүйсен деп өз атымен атап сыбырладым дейді. Рахмет саған Дүйсен, сенің істеген барлық жақсылығыңды мені ұмытпай жүргеніңе рахмет, жаным құрбан саған ұстазым. Көзімдегі жасты көріп Арбакеш бала шошып кетті дейді. Сол жерде жаңағы терекке қарап тұрып, Алтынайдың үлкен ризалықпен айтып тұрған шәкірттілігі. Дүйсенге рахмет айтып тұр. Рахмет Дүйсен, сен болмағанда бұлай болмаушы еді. Сенің істеген барлық жақсылығыңа мені ұмытпай жүргеніңе рахмет, жаным құрбан саған ұстазым деп көзіне жас алды дейді. Көзіндегі жасты көрген кезде Арбакеш шошып кетеді. Сізге не болды апа? Жай әншейін інім, сен бұл колхоздың адамдарын танисың ба деп сұрады дейді. Танитын едім. Дүйсен деген кісіні танисың ба? Дүйсен сөйтсе Арбакеш айтады, Дүйсенді жақында ғана соғысқа шығарып салғандығын.
көшенің шетіне келгенде мен арбадан түсіп қалдым, қайтерімді білмей аңырап тұрып қалдым. Мен пәленше едім, мен танисыңдар ма деп. Мынадай аласапыран кезде үйме үй қыдырып жүріп танысуды лайықты көрмедім дейді. Дүйсеннің бірақ бала шағасы бар екендігін естіп біліп кетеді. Теректермен сырласады. Одан кейін төбеде тұрып ауыл ортасындағы жаңа мектепті көрдім, бірақ біздің мектепке қарасам орында жоқ екен. Сонымен мен жолға шығып тағы бір жөнекей арбаға мініп станцияға жүріп кеттім дейді. Соғыс бітіп бейбіт жылдар өтті. Сөйтіп енді мен қазір философия ғылымының докторымын, әртүрлі қоғамдық жұмыстар атқарып жүрмін. Бұларды айтып жатқаным саналуан күнделікті тұрмыстың, тіршіліктің әурешілігінде жылдар, күндер зымырап өтіп, мен еш уақыт ұмытпас ыстық нәрсені естен шығармасам да, оның әсері солғын тартып мезгілдің құмын басқан ескі бұлақ секілді көзі бітеле берген екен. Оны мен кеше ауылға барған кезде бірақ сезіндім дейді. Әңгімесінің аяғында Алтынай Сүлейменова былай дейді: ауылға барған кезде асығыс кетіп қалғанымның себебін мынау еді дейді. Сонда тұрған көпшілікке айтып түсіндіріп берсем де болатын еді, бірақ өзімнің білмесік жасағаным іштей ренжіп, бару бойдан Дүйсен қарияның алдына барып жүз көрісіп сәлем бере алмайтынымды сезіп, және де бұның тек қана бізге емес көпшілікке керек екенін түсініп, ертерек жолға шығып ойларымның бас аяғын жинап өткен кеткенді ретіме еске түсіріп хат жазу керек деп таптым дейді. Себебі сонда жаңа мектептің қадірлі төрінде мен отырмауым керек еді дейді Алтынай. Соған қысылғандығын айтады. Басқалар да емес, бірінші ұстазымыз Дүйсен ақсақал отыруы керек еді. Мектептің ашылуын сол кісі жариялап, және де басқа құрмет сыйын сол кісі көруі керек еді. Керісінше біз құрмет үстінде рахаттанып отырғанымызда сол алтын адам құттықтау телеграммаларды алып шауып келді. Пошташы, қарапайым пошташы болып жаңа телеграммаларды әкеліп жүр. Ал түсінген кісіге бұл ұятсыз болды дейді. Дүйсеннің қандай мұғалім болған қазіргі жастар білмейді. Бұрынғылар болса ажалы жетіп өлгені бар, соғыста құрбан болғаны бар. Ендеше бұл менің міндетім осы нәрсені жеткізу деп отыр Алтынай. Дүйсен мұғалім болып жүріп білімім аз деп өкінуші еді дейді. Онысы рас дейді, бірақ кейбір қазіргі жоғары білімді мәдениетті мұғалімдер Дүйсен сияқты өз мамандығын сүйіп жүрек оты соған берілсе тамаша болар еді. Өйткені мұғалім деген талмудист емес, ол қайсы дәуірде болсын әркез революцияшыл тәрбиеші. Олай болмаса оның қоғамға берген пайдасы және сапасы болмақ дейді. Яғни оның үлкен ниетін білсе екен, көрсе екен деп тырысқандығын бірінші орында қарастыруымыз керек. Ол сондай ғажап білімді адам болмаса да, оның сондай үлкен мақсаты болып, миссиясы болып және ниеті болды. Және соңында Алтынай айтады: бұл хатты жазуымның тағы бір себебі бар, мақсаты бар. Ол сол мектепке Дүйсеннің мектебі деген атты береді дейді. Қазір Мәскеу уақыты түнгі 2, мейманхананың балконында тұрып жоғарыдан от шайнаған қалаға қарап ертерек ауылыма барып осы кісіге сәлем беріп, сақалына сүйсем екен деп тілеймін деп аяқталады. Сөйтіп шығарма соңында жаңағы шығарма басындағы пролог бар еді ғой. Бұл суретті мен әлі бітірген жоқпын деп басталатын. Яғни сол Алтынай өзі хат жазған кезінде өзіңнің творчествоңа да пайдаланарсың деген қатарда айтты. Суретші енді қандай сурет салатынын білмей, әлі де ішінде ойланып жүр. Әлі де сондай бір арпалысып жүргендігін байқасақ болады. Дүйсен мен Алтынайдың теректерін салсам ба екен, әлде төбе басына жай ғана ырғалған қос төре қазір де менің көз алдымда тұр. Оның биік бұтағына шығып отырған жалаң аяқ, жалаң бас, томпақ беті, тентек баласын мұнартқан меденге сұқтанып, самал қозғаған терең күйін тыңдап отыр дейді. Бұлардың қайсына тоқтаймын? Салған суретім қандай болып шығады? Мен оны әлі білмеймін. Менің көзім жеткен бір ғана нәрсе бар. Ол талмай, тайынбай ізденіп дейді. Мына ең соңғы сөйлем осыған дейін сұралған. Бұл хаттар қай шығармадан алынды, немесе бұл шығарманың қай бөлігі деген секілді сауал болып, жауап алғашқы ұстаз шығармасында. Мен суреттің қалай шығатынын білмеймін. Менің көзім жеткен бір ғана нәрсе ол талмай, тайынбай іздену ғана деп аяқталады суретшінің ойымен. Осыған дейін алғашқы ұстаз повесінен басқа да сұралған сұрақтар ол Дүйсеннің Алтынайға тән сипаттар, философия ғылымының докторы, кафедра меңгерушісі, өзі диссертация қорғаған ғалым, қазір және де міне шашына кірген, толысқан, елеулерге келіп қалған адам, университетте кафедра меңгерген, философиядан лекция оқыған. Және де мына соңындағы сұрақ Дүйсеннің сипаты деген сауал болды. Осыған дейін бойы сиреген, бүркіт қабақ салауатты адам сияқты көрінетін дейді. Жалпы осылар, басқа да сауалдар сұралып қалуы мүмкін. Шығарманың басы қалай басталады, кімнің сипаттауымен басталады деген сауал бар. Жауап оқиға суретшінің баяндауымен басталады. Сосын Алтынайдан хат алады, ары қарай оқиға Алтынайдың баяндауымен жалғасып кетеді. Хат қалай жазылды, соны түсіруге тырысады.
жалпы осылай шығарманың басты идеясы ұстаздың нағыз ұстаз қандай болу керек, оның ниеті, оның балаларға білсем екен, түсіндірсем екен, үйретсем екен деген үлкен жаңағы мақсаты, ішкі күші, ештеңеге қарамастан ешқандай пайда бермесе де, Дүйсенге мысалы өкіметтен беріліп жатқан көмек жоқ, оған келетін ешқандай артық пайда жоқ, бірақ сонда да балалар оқыса екен, білсе екен деген үлкен миссияның артында жүріп, сол мақсатының, ниетінің арқасында Алтынай сияқты атақты ғалымдардың шыққандығы, абыройлы, керемет қоғамға пайдасы бар кісілердің болғандығы үлкен жаңағы не екендігін көрсетіп тұр. Қоғамға үлкен пайдасы бар адам екендігін түсіндіргісі келіп тұр ұстаздардың. Түсінікті деп ойлаймын. Басқа да сауалдарың болатын болса міндетті түрде қалдырыңдар. Шығарма ішінде жалпы идеяға негіз болатын бұл жаңағы Қостөрек, бәрі Қостөректен басталады, және Қостөректің оқиғасы арқылы біз алғашқы ұстаз Дүйсеннің қандай болғандығын көреміз. Дүйсен қазір қарапайым пошташы қызметін атқарып жүр, бұрын бірақ сол комсомолдан коммунист болып келген уақытында балаларды оқытамын деп өзі хат танымаса да қатты әріпті әрең білсе де, өзі екі сөзді әрең басын құрап оқыса да, шала сауатты кісі болса да, бірақ үлкен ниетпен балаларға соны болсын түсіндіруді, соны болсын үйретуді көздегендігі сөз болады. Бұны назарға алыңдар міндетті түрде. Басқа сауалдарың болса қалдырыңдар. Жалпы негізі осының айналасында